Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге киви қосылған бисквитті торттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен біз салқын 7 жұмыртқаны ақуызынан сары уызын ажыратып алатын боламыз. Жұмыртқаның ақуызына сары уыздың кішкентай бөлігі болсын, түсіп кетпеуін қадағалаңыздар. Себебі қазір біз ақуызын миксерлеген кезде көлемі үлкен болып үлкейеді. Бірінші ақуызын миксерлейміз. Қантты аз-аздан бөлікке бөле отырып, ағарғанша өзінің формасын ұстап тұрғанға дейін миксерлейтін боламыз. Енді жұмыртқаның сары уызына күнбағыс майын қосамыз. Ең алдымен блендермен араластырып жібердім. Одан кейін сәл ғана миксерлейміз. Жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бір-біріне біріктіріп араластырамыз. Ең алдымен жұмыртқаның сары уызына ақ уызын осылай кішкене араластырып алдым. Сосын осы бөлікті жұмыртқаның ақ уызына қосып араластырдым. Біркелкі масса шыққанша араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, себебі біздің жаңағы көтеріп алған массамыз түсіп кетуі мүмкін. Енді ұнға 2 шай қасық қосқыш қосамыз. Оны да бөліп қосамыз. Бірден қосып жібермеңіздер. Енді дайын болған тестімізді формаға құямыз. Мен 160 градуста пісіріп алдым. Әркімнің пеші әртүрлі болғаннан кейін градусты өздеріңіз қоясыздар. Біздің бисквитіміз пісіп шықты. Бұл рецепті мен ұзақ жылдар бойы қолданып келе жатырмын. Сондықтан да қорықпай жасай беріңіздер. Бастысы градусты дұрыс қойсаңыздар болғаны. Енді осы бисквитті мен 2 бөлікке бөліп жасайын деп жатырмын. Енді екі жағын тегіс болу үшін арап жағпен екі жағын кесіп алдым. Бұл кесіп алған жерлерін торттың жанын әсемдеуге, жан-жағына себуге крошка ретінде пайдаланамыз. 180 градуста 2-3 минуттай қызартып алдым.
сулы болу үшін жарты стакан суға 1 шай қасық қант қосып араластырып алдым. Енді осыны біз бисквиттердің үстіне жағып шығатын боламыз. Салмасына мен кивиді пайдаландым. Сіздер басқа да әртүрлі жемістерді қолдансаңыздар болады. Бананмен де өте дәмді шығады. Бұл жаңағы бисквиттің екі жағы, соны табаға қыздырып, езіп, осылай крошка қылып алдым. Біздің тортымыз осымен дайын болды. Егер де видео